Сұрақ қоям. Сол сұрақ кімге қатысты? Сол бір адым алдыға аттайды. Түсінікті ғой, Кеттік. Или ағылшынша айтайын ба? Ойбай, жаның ашып қапты ғой тура. Құдай десеңші. Араларында бірдеңе бар ол? Түсінді ма? Қазақша түсіне ма? Или корейше айтып атсың ба? Корейшкі ұқсайды ғой. Кеттік ендеше. Алғашқы сұрақ. Ең алғаш танысайықшы деп айтқан кім? Танысайықшы деп айтқан кім? Алдыға аттайды бір адым дейм. Онан тұсау кесілмей қалған ғымнан. Кеттік. Екінші сұрақ. Танысқаннан кейін сен маған ұнайсың. Мен сені жақсы көрем деп айтқан кім? Ой, кто сказал сперва I love you? Ой, бар бол. Солай ма? Примерно айта берем маған бәрібір. Кеттік. Не деп айтты дедің? Миын ашты. Ұнайсың деп айтты. Одан кейін бір-біріне сезім білдіргеннен кейін екеуміз үйленейік деген кім? Давай поженимся. Кто сказал? Вот. Скоро өстіп орысша тойға шығып кететін жермен бар ғой. Бұйырса біреуіңіз бір әулеттің күйеу баласы, біреуіңіз келіні болып жатсыздар. Таңертең ерте тұратын кім? Рано. Кто рано встает с утра, қалай ол? Вот, ане біледі, ана встает. Сен спи, дорогой. Давай. Ерте тұрғаннан кейін папа мен мамаға шай беретін кім? Молодец. Американский шай береді сендерге. Кофе береді. Корейский не? Сакымет? Вот, сақылетесіңдер. Ой, нәді стақымен. Бұйырса бірінші баланы өмірге келетін кім? Екінші баланы өмірге келетін кім? Үшінші баланы өмірге келетін кім? Төртінші, анау шошып кетті, артына қарақ қояды. Төртінші баланы өмірге келетін кім? Төртінші баланы, ойланып қалдың ғой. Ақшаны табатын кім? Кто зарабатывает ба, қалай? Сонда айтып жүп атесің, білесің орысша. Аттадың ба? Молодец. Көп ақша табатын сияқты түріне қарасы. Шашатын кім ақшаны? Ушым. Жынды шашады екен. Бейтіп тұрып аттады. Бесінші баланы өмірге келетін кім? Ойлан тұрып табады екен. Табайын ба, таппайын ба деп. Жетінші баланы өмірге әкелуге жәрдемдесетін кім? Ой, мен аудармай-ақ қояйын қазір, аударсам бұт-жытын шығарам бар ғой. Кто етат деп айтам мен айтпесе. Бір-бірімізге қарақ, друг друга смотрим. О, ку-кук десе ойлашы. Ласк сөздер айтамыз бір андай. Күшті, ласковая моя. О, жоқ, ондай емес. Қандай? Тәтті ғып айтады ғындай, күшті ғып. Каждый раз жұмыстан келесің, понимаешь? Білесің ба? Понимаешь па? Жұмыстан келген сайын үйге кіресің оң аяқпен, правой ногой. Еркелетіп бір жылы сөз айтасың, күшті ғып тұрып. Давай ма? Бірінші күні келдің, кір есіктен. Вот, айт бір жылы сөз. Жаным мен. Ух, жаным, менің жаның шығарып жібереді ғой. Айта ғой, жылы сөзіне қарап, Мадина, тамақ бересіз. Қандай тамақ? Манты. Манты жейсің бүгін. Екінші күні келдің. Второй день, вторник. Көзінен айналайын. Ух ты, қазақша знаешь, да? Көзіңнен айналайын. Тамақ берген сайын қазақша күшті сөйлейді екен, давай. Көзіңнен айналайын дейді. Азу по-татарски. Тоқташты, қандай? Ладно, беш барма, қазақша. Жоқ, айт жаңегін айтшы. Азу по-татарски. Жеп көргенсің ба? Ол қандай шақырсаңдар, бір айтпайсың. Не деген қусыңдар өздерің жауапты көл. Сондай тамақ жейсің, азу по-татарски дейді. Еще татарса білесің ба? Қандай жылы сөз? Дубленка деп қойсай, шубы. I'm so. Алтыншы айтқан сияқты екен, I'm sorry деп. Қандай тамақ бересіз? Плов жейсің. Күріш, қазақша. Қызылордада күріш екпей ма,
Вот, күріш деп айтады оны, плов демейді. Төртінші күн. Құлыным сол. Күшті, неше түрлі білесің сен? Құлынның не екенін білемеген өзі. Что такое құлын? А? Орысша, да. Верблюжонок. Не. О, верблюжонок. Құлынның орысшасы не? Жылқы бақтуға айтсаш. Жеребенок. Ой, жеребенок. Ойлаш, жеребенок 10 жылдан кейін не болады? Давай, не бересің, қандай тамақ? 10 жылдан кейін мамасы сияқты болады. Жылқының етінен 5 бармақ. Ойбай, жылқы. Вот жаңағы жеребенок растет, вот такой жылқы болады, сол кезде күшті зарыш, сол жылқының етінен саған сделает тамақ. Давай, 5-ші күн. Сүйкімдім мен. Сүйкімдім мен. Дұрыс айтады. Не бересің? Ресторанға барамыз. Мама! Қалай күшті, е? Сендер көже, вермешел, рожки жемейсіңдер ма? Ойлаш, біз бейбіт екеуміз сендермен бірге тұрғымыз келеді.